Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданындағы 3 ауылдың судан тарыққаны соншалық тұрғындарға тамақ пісірудің өзі оңай болмай тұр. Өйткені осыдан 17 жыл бұрын таза су бағдарламасымен жүргізілген құбырлардың тозығы жеткен. Су айдайтын мұнара бірнеше жерден тесілгендіктен қысым да жоқ. Су сүзетін құрылғылар да ескірген. 2007 жылы бұл нысан сенімгерлік басқаруға жекеменшікке беріліпті. Бірақ тұрғындардан жиналатын ақы өзін ақтамайды дейді кәсіпкер. Электр қуатына берешегі көбейген ол қарызға батып банкрот болғанын айтады. Ал ақша уақытылы төленбесе, электр қуаты ажыратылуы мүмкін. Қазірдің өзінде ас су дайындау оңай емес дейді тұрғындар. Күнделікті су мұқтаждық қой біздерде деген. Құдық болса жоқ. Құдық қазса любой жерден ащы су шығады. Тұщы су шықпайды. Башниядан жіберген күні аламыз. Жібермей кей уақытта қалып қояды. Сол кездерде тамақ іше алмаймыз. Тамаққа су жоқ. Аудан әкімдігінің дерегінше желіні жаңартуға 986 миллион теңге керек. Бірақ республикалық бюджет бекітілер кезде Жәнібектіктердің жанайқайы ескерілмей қалыпты. Енді тезірек қаржы бөлінбесе 2,5 мыңнан астам ауылдықтың сусыз қалуы мүмкін. Аманат партиясына үміт артқан аудандық мәслихат депутаттары жағдайды түсіндіріп, хат жолдаған. Ауыз су мұнарасын аудандық әкімдіктің балансына берсе, мәселе онымен шешілер еді дейді. Мемлекетке беретін болса, жағдайы мүшкіл болмас еді деп ойлаймыз. Сосын жаңағыдай реконструкциядан өткізіп, 2 насос керек болады. Бұл неге деген, сосын жаңағы трубаларын жөндеу керек болады. Фильтрлердің барлығы тозығы жетіп тұр. Солардың барлығын қалпына жаңадан қойып беретін болса, керемет болар еді.